Құрметті оқырман, келесі салат түрі бұл ананаспен салат. Ананас негізі салатқа бір ерекше дәм беретіні бұрыннан білетінмін, бірақ осы салатты жасаған кезде кішкене ішімнен ойланып тұрдым, әрине бұл салаттың дәмі қандай болар екен деп. Бірақ қонақтар қалай жеді, өзіміз қалай жедік, қатты ұнады ғой. Бұған керек, міне көріп тұрсыздар, сыр сметанковый, жұмыртқа молынан, ананас банкідегі және ең басты ингредиент бұндағы әрине тауықтың төс еті. Барлығын ұзыншалап турап алдым. Сметанковый сыр бұл салатқа бір ерекше дәм береді десем де болады, бірақ енді өзіңіздің қалауыңызша үйде қандай сыр бар, сондай сырды турай қоюға болады. Барлығын кішірейтіп турап, жұмыртқаны, сырды және тауық етін сопақша турап, ал қалған ананасты кубиктеп турап, оның үстіне кукурузды салып, барлығын майонезбен араластыру керек болатын тұғын. Әрине, мен тағы да қонақ келген кезде бұл салатты видеоға түсіруге ұмытып кетіппіз, заправка жасаған кезде. Содан майонезін салып, керегінше тұзын салып, қонақ алдына ұсынған болатынбыз. Дәмі өте ерекше болды. Дәмі тіл үйретін салаттардың бірі. Оп-оңай салат және қатты қымбат емес әрине. Алдыңғы салаттан әрине кішкене қымбаттау, бірақ қалтаға қонымды. Ас болсын!